Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін жалқау 40 қабат ленивый голубцы дайындаймыз. Алдымен орам жапырақты өткіштен өткіземіз, немесе ұсақтап турасаңыз да болады. Орам жапырақты дайындап алған соң, үстіне қайнаған ыстық суды құйып, бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Енді пияз бен сәбізді блендерден өткізіп аламыз. Туралған еттің үстіне сәбіз, пияз, жұмсарған орам жапырақ және де қайнатылған күрішті саламыз. Күрішті алдын ала суға бір қайнатып аламыз. Үстіне сұйық май, дәміне қарай тоз бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Қоспамыздың үстіне 2 жұмыртқаны қосып, тағы да араластырып, қолымызды жақсылап сулап, енді алақанның көлемінде етіп, голубцы дайындаймыз. Осы құраммен менде 12 дана голубцы шықты. Тағамға тұздықты өз ыдысында дайындаймыз. Ол үшін пиязды ұсақтап тураймыз. Содан соң 1 стақан жылы суға 2 ас қасық томат пастасын қосып, жақсылап араластырамыз. Томат пастасының үстіне 2 ас қасық аз пайызды қаймақты қосып, тағамның дәмін одан әрі жұмсақ қылсаңыз болады. Сулы қоспамыз дайын болған соң, ыдыстың бетіне пиязымызды толықтай салып аламыз. Үстіне томатты қоспамызды құйып, 180 градус қызып тұрған пешке 55-60 минутқа дайын болғанша жібереміз. Осымен біздің жалқау 40 қабат тағамы дайын. Тағам аз ғана уақыттың ішінде дайындалған соң, біраз уақытыңызды үнемдей аласыз. Голубцы өте жұмсақ, әрі пайдалы болып піседі. Өзіңіз қалаған гарнирді қосып, дастарханның сәні қыласыз. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта жолығайық.